Assalamualaikum ағайын. Мынау тіл мәселесі, мемлекеттік тіл мәселесі жарыққа шыққалы бері, ашық хатымыз жарыққа шыққалы бері кімнің кім екені анықтала бастады. Биліктегі Ертісбаевтардан бастап мемлекеттік тілдің миллиардтарын жеп отыр. Мемлекеттік тілге қарсы шығатындар аздай. Бізде оппозицияда Әбіләзовтан бастап мынау осы жерде шу шығарып жүрген, кеше Взглядқа қарсы Шахановқа қазақ тіліне қарсы шыққан Хасен Қожахметтен бастап бәрі қазақ тіліне қарсы болып жатыр. Оған бермеңдер еш уақытта. Мен сіздерден бір нәрсе сұраймын. Суға түспей жүзуді үйренуге бола ма? Болмайды. Конституциядан, ашық ата заңнан 7-ші баптың 2-ші тармағы осы тіл туралы бапты алып тастамай, мемлекеттік тілі даму деген сөз далбаса. Осы далбасаға 20 жыл сендіріп келді бізді. 20 жыл шыдадық. Шыдамның да шегі бар. Бұдан бұлай біз шыдамаймыз. Ертісбаев елбасыға есеп бергенде өзінің мемлекеттік тілге миы жетпейтінін көрсетті. Ол бұлай деп жазды. Ашық хатты жазғанда дейді. Президентке, үкіметке жазады. Ашық хатты жазу үшін парламентке жазу керек дейді. Біз парламентке Мәмидің атын, Мұхамеджанның атын, оны оқу өзінің миы жетпеген, елде естіген сөзін. Яғни ол нан жеп атқан жалғыз жұмысы елбасы президенттің кеңесшісі деген жұмысы адалақтамай отыр. Өңден естіп тұрған сөзін елбасыға жеткізеді. Бұл мен басқаға, мен Ертісбаев еш уақытта өзіме кеңесші сайламаймын. Президент қалай сайлап отыр? Ал енді осыған байланысты біз бүкіл қазақ халқы қолдайды деп отырмыз. Бірақ халыққа рахмет. Мен осында жиналып отқан халықтың әрқайсысы мемлекеттің миллиардтарын жесе де, мемлекеттік тілге қарсылық жасап отқан, мемлекеттің басында отқан шенеуніктердің жүзіне татиды деп ойлаймын. Осында кеше жаңағы шыққан серілер әнші, жас балалар жаңа ғасыр мектебінің, қазір шығатын жебе, бұлар нағыз сері, нағыз жебелер, бұлар Бибігүл емес, бұлар Қыдырәлі емес. Бибігүл 80-нен асқан Бибігүл жақсы қартаю керек еді. Қартай алмады, өзінің трагедиясы. Мен Қыдырәлінің қазақша қуыршақтар жасағанын қатты қолдаймын. Қуыршақ жасаушы Қыдырәлінің биліктің қуыршақ болып кетуін қолдамаймын. Ал енді біздің мемлекетімізде мемлекеттік тілді білмей, мемлекеттік министрі қалай болады? Мемлекеттікке миы жетпей, қалай қазақ министрі болады? Мен соған таңым бар. Әлемде жалғыз ел бар, мемлекеттік тілде сөйлемейтін. Әлемде жалғыз ел бар, мемлекет басшысы мемлекеттік тілде сөйлемейтін. Әлемде жалғыз ел бар, мемлекеттік тілін сұрап жиналыс өткізсе, осылай Калинин мен Лениннің ортасындағы саяси қоқыс алаңын беретін. Біздің билікке бірақ жол қалды. 20 жыл шыдадық. Осы басқа халықтар, өзге ұлт өкілдері кінәлі емес мемлекеттік тілді білмегені. Оған билік кінәлі. Оны міндеттемеген үшін. Билік енді былай деу керек. Біз сіздерге мемлекеттік тілді білуге заң міндеттемеген үшін, заңды көрсетпеген үшін кешірім сұраймыз. Бұдан бұлай мемлекеттік тілді білетін заңды сіздің құқықтарыңызды қайтарамыз. Бұдан бұлай мемлекеттік тілді білу міндетті деп айту керек. Барлық халыққа. Заң қабылдансын. Қазақ Республикасының аты Қазақ Республикасы болу керек. Олай мен 5 нәрсе айтамын. Біз мемлекеттік тіл үшін күресіп жүрміз ба? Мұхтар Шаханов ағамыз бастаған барлық халық. Ендеше біз күрессек, олардың жаулары бар деген сөз. Ол жаулар кімдер? Ол Ертісбаевтан бастайтынбыз біз. Сөйтсек оппозиция қосылды Әбіләзовтан бастап. Қазақ тілі ешнәрсеге жарамайды деген. Ондай оппозицияның бізге неге керегі бар? Қазақ тіліне қарсы оппозицияның. Ендігі айтатыным менің. Мемлекеттік тілдің жауларын анықтау үшін не істеу керек? Мен сіздерге айтайын. Олар екі-ақ сөз айтады. Біріншісі, мемлекеттік тілді дамытуға әлі ерте, күтуге дайын емеспіз деген дайын жүру. Бірінші сөз. Екінші сөз мемлекеттік жаулары. Қазақ тілі дами берсін, бірақ осы тілін конституциядан алмау керек деген. Осы екеуі жаулар қазақ тілін.
Keşke bizim aşk hatta жазған 7-ci baktı yetiştirmağını alу деген kimnin kim ekenini anıqtaytın жалғандықтан detektor болды. Biz onu parlamentке koyduk. Мәми осы тілді газеттерді жинап алып, осы тіл журналистерді ант берді, конституция өзгермейді деп. Мұхамеджанов ант берді мәжілісте, осы тіл өзгермейді деп. Олар кеше ғана бір адам үшін бірнеше минуттық өзгертілген ешкім жоқ. Ал енді кеше біз сұраған 106 депутат мәжіліс сенатқа сауал қойған жоқпыз. 106 депутаттың ішінде екі-ақ қазақ. Осы 7-ci баптан 2-ci тармақты алуға 2-ақ депутат дауыс берді. Нұртай Сәбиленов пен Жарысбай Сүлеймен. Алған депутаттың барлығы қарсы. 2004-те 99% қарсы болған, біз газетке жайлаған жас қазағымыз. Бұл жолы да қарсы. Не істеу керек екенін мен сіздерге айтайын. Мынау үкіметте, парламентте мемлекеттік тілге миы жететін адамдар келсін. Біздің шыдамымыз жетеді уже. 20 жыл жетеді бізге. Ал енді қазақ тілінде сөйлемесе қалай қазақ министрі болады? Бізде мынау халықты көшеге шығуға мәжбүр ететін кімдер? Жаңағы екі сөзді айтатындар. Әлі дайын емеспіз. Конституциядан 7-ci бап 2-ci тармағын алмау керек деген сөзде бізді көшеге шығуға мәжбүр етеді. Біздің намысымыз бар. Қазақтың намысы, елдің намысы. 20 жыл шыдадық. Осы елді әлі де шыдай береді. Бейшара деп келген үшін билік кінәлі. Біз енді шыдамаймыз. Бізде елдің намысы, тілдің намысы, тәуелсіз елдің намысы бар. Егер билікте отырғандардың осындай намысы жоқ болса, кетсін орындарынан. Намысы бар қазақтар жетеді, барады орнына. Отшылдар. Ал енді ең соңғы айтатыным, бүгін мынау ғарышқа ұшқан, тұңғыш қазақ ғарышқа ұшқан күні, биікке ұшқан күні, қазақ тілі биікке шыға берсін. Ал дүниет ең соңғы сөзім. Ақорда мемлекеттік тіл тағдырын шешпесе, біз алаңда шешеміз. Жақсы.